Жемейсің. Жемесең жеме. Отағым жеме малына. Өзің мал. Отағым жемейсің. Отағым жемейсің ба? Уйдите. Уйди! Басын істемеймін, сенің кеңкелес. Яй, басын істемеймін, сенің кеңкелес. Такой, чтоб меня бить, а? Идиот, басын істемеймін. Сұрақтарыңызға сәлем. Соңғы болып жатқан жайттарға байланысты өзімнің тарапымнан нүктені қойғым келіп отыр. Себебі соңғы кездері бұл видео өте қатты тарап кетті. Көптеген пабликтерде, көптеген журналистердің парақшаларында, журналистердің ұсынысында тарап жүрген видеоның біріне айналды. Көпке топырақ шашпаймын, бірақ көбісі сол кісіге таныстыңдар сендер, сол кісіге кішкене повод бердіңдер деп жатқан кісілерге айтарым, біз таныспадық та ол кісімен таныс емеспіз де. Жоқ дегенді білмейтін, жоқ дегенде кетпейтін ездерге біз қалай сөйлеуіміз керек еді. Видеодағы дауыстар дәл менікі болмаса да менің құрбымның дауысы болды. Жәбірленуші особа мен емес, менің құрбым. Қылмыскерді емес, жәбірленуші тарапын ластап балағаттайтын болсақ, қауіпсіз ел деп қазір мен Қазақстан. Неге? Себебі қазір көптеген қыздар өзінің үйінен жалғыз шығуға қорқады. Осы жағынан нүктені қойғым келеді. Ешқандай журналист маған жазбай қойыңыздар, мен шын айтамын, сұхбат бермеймін. Маған өте көп ұсыныстар түсіп жатыр, то что қазір болып жатқан соңғы жайттарға байланысты өзіңіздің қыздар тарапынан бой көрсетіп шықсаңыз деп айтып жатқан кезінде мен жоқ деп жатырмын. Неге? Себебі мен бірінші кезекте қызбын. Ертеңгі өміріме осы жайттардың барлығы кері әсерін тигізгенін қаламаймын.